Бүгінгі күні студенттерді жатақханаларда орындармен қамтамасыз ету механизмі аясында 25 мың орынға 75 шарт жасалды және мүдделі кәсіпкерлермен белсенді жұмыс жүргізілуде. Бағдарламаға қатысудың 3 жолы бар. Біріншісі, оқу орнының өз студенттеріне арналған жатақхана құрылысы. Мысалы, Өтемісов атындағы университет 600 орындық жатақхананы салу жобасын жүзеге асыруда. Екінші әдіс, оқу орнына арнап жеке кәсіпкерлердің жатақхана салуы. Мысалы, кәсіпкер Кайпова Әуезов атындағы университетке арналған 350 орындық жатақхананы пайдалануға берді. Үшінші әдіс, оқу орны мен инвестор арасында консорциум құру арқылы ресурстарды біріктіру. Мысалы, Абай атындағы университет және Әл-Мансұр серіктестігі 372 орындық жатақхананың құрылысын жүргізуде. Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті және Мегастрой сервис серіктестігі 2464 орындық студенттер жатақханасын салуда. Айта кету керек, консорциумға салым жер телімі, ақша қаражаты, ЖСК және де өзге де мүлік болуы мүмкін. Толық кеңес алу үшін бізге қоңырау шалыңыз. Тиімді бизнеске капитал салыңыз.